теңізде ұялы ауылдық кеңесіне қарайтын райтоп атты мекеме болды. Бұл сөз мекеменің қысқарған атауы. Арал ауданы халқын сексеуіл отынменен қамтамасыз ететін мекеме. Негізі 1939-1940 жыл басында қаланған. Ол кезеңде теңіздің жағасы қалың сексеуілге толы болған. Бұл мекеменің жұмысшылары теңіздің қай жерінде сексеуіл бар, сонда көшіп қонып жүрген. Сексеуіл негізі үшке бөлінеді: еркек сексеуіл, қатын сексеуіл және борпылдақ сексеуіл. Арал қаласына жіберілетін тек еркек сексеуіл шыны тәрізді шыңдап тұрады. Шоғы өте қатты болады. Күші көмірден кем болмайды, ағаш көмір сияқты. Сексеуіл дайындайтын теңіз жағасындағы жақын жерге баржа келіп тұрған. Оған сексеуіл тиеліп, Арал қаласына жылына 60-70-ге тарта баржа жіберіліп отырған. Баржаны кішкене кемемен сексеуілі мол теңіз жағасындағы қолтық, түбек, тымақ апарып, сол арадан сексеуіл тиеген. Арал қаласына апаратын үлкен кеме теңіз ортасында тұрады. Сексеуіл негізінен Арал теңізінің Қызылқұм беткейінен дайындалатын болған. Ең алғаш мекемеде 35-40 адамдар жұмыс жасаған. Сол маңайдағы Қарабайлы, Селеулі, Жортбас, Сексеуіл және басқа жерлердің отын дайындалған. Қазір бұл жерлердің бәрі Өзбекстанға қосылып кетті. Негізінен ол кезде қазіргідей техника жоқтың қасы барлық сексеуіл дайындық қысы-жазы түйемен атқарылған. Жазда, күзде түйеге теңдеп сексеуіл артқан. Қыста үлкен шананы түйеге жегіп, кеме келетін жерге жинай берген. Әрбір шанаға 2 тонна сексеуіл кеткен. 1946 жылы Ұшымызадағы отын дайындау мекемесі теңіздің ішкі жағындағы Бозөзек деген жерге көшірілген. Себебі Ұшымызадан Арал қаласына баржамен сексеуіл тасу өте қашық және шығыны өте көп болғандықтан ол Бозөзек деген жер теңіздің ішкі жағындағы Жанғожа Батыр бейітіне жақын, теңіздің Қарпақстан жағына қарайтын аумақ. Адам аяғы баспаған жер қалың сексеуілге толы болған. Осы арада Сиқы ата әулие бейіті бар. Сиқы ата әулие туралы кейінгі ұрпақтар білу керек. Сиқы ата туралы аңыз ауыздан ауызға тарап бізге жетті. Теңіз жағасында өмір сүрген біраз ағайынның ата-бабалары осы жерде жерленген. Бұл маңайдағы қазақтар Сиқы атаны үлкен әулие деп оған сыйынған. Жанғожа Батыр бейітімен екеуінің арасы шамамен 10 шақырымдай. Екеуі теңіз өзегінің екі бетінде жатыр. Қазір бұл жерде Өзбекстанға қосылып кетті. Біздің бала кезімізде 1960-1970 жылдар аралығында үлкен кісілер Жанғожа Батыр әулиеге бару үшін әуелі бірінші Сиқы атаға барып зираттап Құран оқитын еді. Сонан кейін Жанғожа Батыр бейітіне баратын. Енді Сиқы ата туралы аңызға тоқталайық. Шамамен 16-17 ғасыр аралығында ислам дін таратушы 7 сиқ әулие ғой. Ішкі жақ Үргеніш Қожеліден шығып, Амударияның бір саласы Қазақ-Дариядан кемеге мініп, Арал теңізіне шығып, сыр бойына беттейді. Теңізден дауыл тұрып, кеме және ондағы адамдар суға кетеді. Осы кемедегі 7 сиқты суға кетіп, Арал теңіздің әр жеріне шығып, ығып шығады. Бізге белгісі 5 сиқ әулие мына жерлерге ығып шығады. Сиқы ата Қосшоқыда Қараөзекте, Кемал сиқ Бозгел маңындағы бұрынғы коммунизм колхозының маңы басында қазір ағып тұрған бұлақ бар. Шобан сиқ бұрынғы көне өркендеу Жанкент қаласының маңы. Шыбыл сиқ Қарпақстанда Мойнаққа жақын. Қабақ ата Қосшоқыдан Қарабайлыға бара жатқан теңіз беті. Қалған 2 сиқты теңіздің арғы бетінде Құланды жағында. Соныменен 7 әулие сиық теңіздің әр жеріне ығып шығып, Алладан үміті бар иманды адамдардың түсіне еніп, өздерінің денесін тауып алу туралы аян береді. Сиқы ата Қараөзектегі бір мал бағып жүрген шаруаның түсіне енеді. Балам, мен Сиқы ата деген атаңмын. Саған жақын жерде теңіз бетте қалың қамысқа қара. Бір жерден от жанып тұр. Сол жерде есіңе сақта.
таң ертең кел дейді. Малшы оянса түсі далаға шықса теңіз беттегі қалың қамыстан бір отты көреді. Таң ертең барып мәйітті тауып алып арулап өз айтқан жотаның басына жерлейді. Қалған 6 сиық та осылай адамдарға аян беріп Арал теңізінің жағалауларына жерленеді.